Ашу дұшпан ақылдас. Ешқашан эмоцияға салынса, айналып келген кезде эмоцияға салынғанда бұның зардабы қазаққа тиеді. Сондықтан біздің осыны айтсаң қазір бәле қаласың. Біз неге баса бересіңдер, қазақты баса бересіңдер деп айтып жатырмыз. Баспағанда не істейсіз? Бәрің атқа қонып, алып бәріміз төбелесек, мемлекет құлақ болады ғой. Айналып келген зардапты қазақша келді. Осыған бір көп ақылдың қажеті жоқ қой. Жарайды, қазір жақсы атты болып, ойбай шаңыраққа қарағандар, сендер мені басылып біттіңдер, құрыдық, үйттік бүйт деп айту оп оңай. Қазір көптің көңіліне шығам деп, қазір әртүрлі нәрседен жалындатып айтасың. Бірақ бұның зардабы айналып келе жатқанда қазақтың өзіне тиеді. Бұл елдің де жердің де иегесі қазақ. Біздің қазақ ұлты. Ешкімде есіктен кіріп төрмені кідеуге қақысы жоқ. Бірақ жаман ұлт болмайды, жаман адам болады. Жалпы қылмыскер де ұлт деген болмайды. Қазір айтып жатыр, мынау әлеуметтік жағдай сондай болғасын деп. Ол да бар шығар, себебі ауыл жерде мәселелер өте көп. Қазіргі кезде енді ауылдарды көтеру үшін, жолда апару үшін, су құбырын апару үшін бүгінгі таңда 900 миллиард ақша бөлініп отыр ауыл ел бесігі деген бағдарлама бойынша. Сондықтан қазіргі кезде бәріміз атсалысып, осы бөлініп жатқан қаражаттың бәрі тікелей соған жұмсауға тырысуымыз керек. Я не могу его квалифицировать как начало, как межнациональный рост. Там есть элементы, нарушения Уголовного кодекса. Мы не должны поддаваться эмоциям и говорить о том, что конфликты формируются на национальном неприязни в Казахстане. Бұрыннан біраз жинаған проблемалар бар сияқты, әлеуметтік проблемалары, жергілікті билік пенен жергілікті халықтың, жергілікті тұрғындардың арасындағы алшықтау болған, шын айтсақ, көрсетті, және де құқық қорғау органдарының беделінің түскені көрсетіп отыр. Яғни бұл бұрыннан піскен, бұрыннан жиған проблема сияқты.